Сәлем достар, бүгін бәйге әдісімен таныстырғым келіп тұр. Бұл әріптесімнің ашық сабағы. Сынып 3 топқа бөлінді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, алдарына 3 түрлі парта, 3 парта қойылды. Әр партада 10 сұрақтан жазылған және мұғалім қазір экранда таймер қойып жатыр. Бір уақытта, яғни 3 топтан 3 оқушы шығады, жарысады. Сұраққа жауап береді. Жауап бергеннен кейін, мынау қазір көресіздер видеода, әркім өз тұлпарын жылжытады. Осылайша кім бірінші келгенін анықтауға болады, және де мұғалім дұрыс жауабын тексеріп, нақты ұпайларды еншілейді. Бірақ осы жерде біз ұстазға ұсыныс білдірдік, бірден бала жауап бергеннен аралығына тұрып, плюс-минусын қойып отыру керек еді деп. Солай жасайтын болды келесі жолы. Сондықтан сіздерге де кәделеріңізге жарайтын шығар. Бұл жеке жұмыс, яғни оқушының сабақты қаншалықты меңгергенін көруге болады. Әдетте бұны үй тапсырмасын тексеруге немесе бекіту кезінде пайдалануға болады. Мінекей жаңа ғана назарларыңызға ұсынылды. Қазір де қарап көрсеңіздер болады. Міне екінші топтың оқушысы тұлпарды жылжытып жатыр. Осы әдістің тиімді және рухани тұрғыдан жоғары деңгейде орындалуына әсер еткен музыкалық сүйемелдеу күй ойнап тұрды. Соны да ескерсеңіздер.